Өңірде жалауын желбіреткен дзюдо спартакиадасы аяқталды. Еліміздегі 4 жылдықтың басты додасында әр облыс пен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының балуандары өздері мықтыларды анықтады. Кіші олимпиада еліміздің әр аймағында байрағын көтерді. Дзюдо додасы Жайық өңірінде өткізілді. Себебі спорттың бұл түрі соңғы жылдары облысымызда қанатын кеңге жайып келеді. Спартакиадаға республиканың түкпір-түкпірінен 200-ге жуық дзюдошы қатысты. Олар татами төрінде 14 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынады. Молодые ребята, есть молодые девчонки. Жастардың қарым-қабілеті жоғары. Бұл бізді қуантады. Себебі ұлттық құраманы алдағы уақытта үлкен додалар күтіп тұр. Бұл спартакиада барысында мықтылығымен көзге түскен дзюдошыларды басты команда сапына алатын боламыз. Сайысқа әрбір облыс пен мегаполистерден командалар келді. 4 жылдықтың басты додасында осал спортшылар болмайды. Сондықтан тартысты өтті. Облыс құрамасы сапында 12 спортшы өнер көрсетті. Ерлер арасында 60 келі салмақта Тоқтар Үмітәлиев алтын жүлдені қанжығасына байлады. 72 келіде Аңсарбек Ғайнуллин және ең ауыр салмақта Темірлан Көлбай ақтық сында қарсыластарына есе жіберді. Ал қыздар арасында өңір қоржынына жалғыз жүлде түсті. 52 келіде Гүлдана Әлмұханова күміс медаль еншіледі. Жекелей сынның қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан облысының палуандары көш бастады. Бүгін сәтті күн болып, маған бұйырықты алтын медаль. Өзім ауыртып әдісін жасаймын деп тренерлердің келісуімен дайындап шыққан болатынмын. Сабақты финал дейді ғой. Жартылай финал Қостанай облысының Маякова деген палуанмен кішкене қиындау өтті. 3 күнге созылған спартакиада соңында аралас командалық жарыс өтті. Бұл сонда Алматы облысының құрамасы жеңімпаз атанды. Оңтүстік Астана палуандары финалда шымкенттіктерді 4-3 есебімен ұтты. Екелбасы Мадяров, Нұрлан Идиров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.